Елестетіп көріңдерші, бұл аспалы жол шамамен 2000 метр биіктікке дейін көтеріледі. Ал біздің кабинаға тіпті 10 адамға дейін сыяды. Айтпақшы, мінез-құлық ережелері туралы айтсақ. Темірхан, фуникулердің ішінде секірме, қауіпті. Қасқырға қауіп қорқынышты емес. Мұндай сөздерді қайдан үйренесің? Дұрыс айтасың, Тема. Тура мен көріп жатқан жүрек жұтқан төбеттер сериалындағыдай. Мен жүрек жұтқан төбетпін. Қыздар, күлімдеңдер, суретке түсірем. Алақай, суретке түсеміз. Жаңа құлаққаппен түскен алғашқы суретім. Құлаққабың неге құлағыңды жаппай тұр? Тамаша сурет. Жоқ, тағы бір рет түсірші. Мама, қашан тамақ ішеміз? Балам, жаңа ғана тамақ іштің ғой. Уайымдама, Темірхан. Мамаң екеуміз тамақ алып алдық. Қонақ үйге орналасып алған соң тамақ ішеміз. Бөлмеде Wi-Fi жақсы ұстайды деп үміттенем. Қазірдің өзінде нашар ұстап тұр. Есесіне мына ғажап көрініске қараңдаршы. Аталарың мен апаларыңа жіберейін. Пап, телефоныңды алсам бола ма? Жоқ. Мынандай биіктіктен сырғанау қауіпсіз екеніне сенімдісіңдер ме? Уайымдамап, Кетай. Басқа нәрсемен айналыссақ та болады. Мысалы, ақ қала жасауға болады, немесе талғар шыңына шықсақ болады. Қарда періште жасасақ болады. Маралдың іздерін іздеуге болады. Какао ішсек болады. Қаратсақ болады. Қаратсақ болады. Мен де солай дедім ғой. Ой, кешір бота. Құлаққап тағып алған соң сені естімей отырмын. Бірақ Шынымды айтсам, мен сендермен бір ойнанағым келеді. Оның аты өмір. Бұл ойында кез келген адам болуға болады. Ең басты мақсат өмірді кейін өкінбестей етіп сүру. Себебі уақыт зырғып өтеді, ал оны бос өкініштерге жұмсауға болмайды. Мама, оны көрсете аласың ба? Әрине, жаным. Бірақ ол сөмкенің түп жағында жатыр. Темірхан, секірме дедім ғой. Тұра тұрыңдар. Ақыры келдік-ау. Тегін Wi-Fi. Алия, тоқта, алдымен тапсырыс беру керек. Алақай, тамақ. Сосын ғана ішеміз, тамақты үйде жейміз. Мен какао алам. Маған шай. Мен Эрл Грей ішем. Қызық күн болды. Көрдің бе, Алия? Офлайнда да жақсы уақыт өткізуге болады. Интернет қосылды. Менің құлаққабым қайда? Менікін де ала келші. Али әпке, ойынды ұмытып кетпе. Қазір бастаймыз. Осы қазіргі жастар түсінбеймін. Жаным, уайымдамашы, бірақ... Тамақ салған сөмкені ұмытып кеттік пе? Қай жерде? Уайымдама, жаным, бір амалын табамыз. Балалар, біз көп ұзамай келеміз. Аля, балаларға бас көз бол. Түс пен наннан басқа ештеңе жоқ па? Менде шырын бар. Кетемізге білсек болады. Тоқтаңдар. Мама, папа, кетіп барасыңдар ма? Тез келеміз, кешкі асқа үлгереміз. Уайымдама, Дима. Біз көп ұзамай келеміз, сосын бәріміз бірге тамақ ішеміз. Біз қайтып келгенше ешқайда шықпаңдар. Бірдеңе болса қоңырау шалыңдар. Я, жақсы. Wi-Fi-дің паролін де біліп беріңізші. Менің сериалым жүктелмей жатыр. Телефонын үйде ұмытып кеткен жақсы еді. Тоқта, менің телефоным қайда? Ой, бұл... Міне, мен аяқтадым. Лала, сен бірінші жүресің, Лала? Тима, жасыл фишкамен ойнағың келе ме? Жоқ, рахмет. Дәретханаға бара жатырмын. Енді кімнің екі телефоны бар, табыңдаршы? Али әпке! Мама мен папам қайда? Олар тамақ алып келуге кетті. Есік те ашылмай қалды. Немене? Енді осында қамалып қалдық. Немене? Тыныш, ешкім қамалған жоқ. Әке-шешелерің көп ұзамай қайтып келеді. Ал әзірше ойнай тұрайық. Мен президентпін. Онда мен полицеймін. Ал мен детективпін. Жарайды, онда мен супермодель? Біреудің бұл өмірде жолы болатын сияқты. Бұл қалай болғаны? Лала, сен жүре алмайсың. Тоқтатып қою картасын алдың ғой. Қатарынан үшінші рет, әлі қанша отырам? Ого, мен жыл адамы сыйлығын алдым. Құттықтаймын.
Құттықтаймын әлі әпке. Бұл өмірде сіз жеңімпаз болдыңыз. Тағы бір рет ойнаймыз ба? Немене? Мен бір ретте жүрмедім ғой. Уайымдама Лала. Келесіде сәті түсер. Сәті түсер? Мені тоқтатып қойған сен ғой. А? Бұл не? Бұл электр қуатының үзілісі деп аталады. Мұндай жағдай... Тоқтаңдар! Сұлу қайда? Немене? Қайтадан ба? Ой, кешіріңдер, ұлғайтқышымды түсіріп алдым. Сендерде мұндай жағдай жиі болады, иә? Айтпақшы, Тима қайда? Дәретханаға кеткен. 40 минут бұрын. Тима, бәрі жақсы ма? Асқазаны тамақ құртпай қалған шығар. Ендеше, сонша піспенан жеп алды. Тима, аш. Бұл есікте ашылмай қалған шығар. Тима, қашып кетті ме? Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!